Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен сырный шарикке жасаймыз. Ортасы өте жұмсақ, сыры созылып, сондай дәмді болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: сыр, ұн, разрыхлитель, 2 жұмыртқа және панировочный сухари. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, ағы ғана қажет бізге, сондықтан сарысын бөлек алып қоямыз. Мұны ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осындай қою болып шығады. Ыдысты былай аударғанда төгілмейтін болу керек. Елекке ұн және разрыхлительді салып өткіземіз. Силиконды күрекшенің көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Қатты баспау қажет, себебі бұл ақуыз. Осылай араластырып, шетке алып қоямыз. Енді үккіштің майда тістерінен сырды өткіземіз. Міне сырды өткізіп алдық. Енді осыны массамызға қосамыз. Жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Міне осындай дөңгелек етіп, шариктер жасап шығамыз. Шариктеріміз дайын. Енді бұның үстіне панировочный сухариді сеуіп, барлығын соған аунатып аламыз. Қызып тұрған қазанға кішкене өсімдік майын құямыз. Отымыз орташа болу керек астындағы. Сонан соң біртіндеп сала отырып, шариктерді пісіріп аламыз. Шариктер өте тез піседі, сондықтан ұзақ ұстамаңыздар. Шамамен 10 секундта дайын болады. Сырты кішкене қызарса болды. Ұзақ ұстасаңыздар, сыр еріп кетеді. Тез қуырып алу қажет. Міне біздің сырный шариктер осылай оп-оңай дайын болды. Бұл керемет дәмді шариктер. Сәл тұрған соң формасы кішкене босаңсиды. Бірақ ештеңе етпейді, сонда да өте дәмді болып шығады. Балалар өте сүйіп жейді, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ас болсын!